Қазақстан тарихымызды жалғастыру үшін біз алдымен топқа бөлініп алайық сабағымызда. Ал топқа бөліну үшін балалар ортаға шығайық. Балалар алдымызда бізде картаның кескін картасы бар. Кескін картаны ала отырып біз өз тобымызға жайғасамыз. Яғни бізде қыпшақ тобы мен облыс мемлекет бар, сол бойынша өз тобымызға жайғасайық. Ал ала ойында бір картаны. Ал топқа бөлініп болатын болса, оқушылар бүгінгі үй тапсырмасына қарайды. Үй тапсырмасы бойынша бірінші қысқартқанда екінші мемлекет алады. Үй тапсырмасы қандай еді? Қазақстан аумағындағы еркін мемлекеттердің саяси құрылымы. Осы тақырыптар бойынша оқушыларымыз өз оқиғаларына сәйкес жұмыстарын жазасыңдар. Енді алдарына жұмыс берілді. Сол жұмыстар бойынша әр жұмыстарды жеке өздеріне бағалап отырасыңдар. Бағалау үшін сіздерге домбыра әдісі арқылы өздерін бағалап отырасыңдар. Тақырыбы түркі империясы көшпенділер мемлекеттілігінің классикалық үлгісі. Түркі империясының мұрагерлері. Зерттеу сұрағы. Түркі әлемінің қалыптасуы мен дамуындағы түркі империясының рөлін бағалау. Сабақтың мақсаты. Түркі әлемінің қалыптасуы мен дамуындағы түркі империясының аренадағы жағдайын бағалау. Олай болса, балалар бүгінгі сабақта біз түрік қағандығының мұрагер мемлекеттері, түрік мемлекеттілігінің сабақтастығы. Қарлықтардың мемлекетін қалай сипаттайсың? 766 жылы түргештерге тиесілі болған Тараз және Суя қалаларымен Сабағымыз бойынша топтық жұмыс жасаймыз. Ол сіздер карталарға, осы карталарға сіздер басқа оқиғаларын жазып шығатын боласыңдар. Тапсырманы орындап болатын болсақ, біз енді тіл байланыс ретінде мамандық иесі ретінде осындай парақшаны алғымызға береміз. Бұл қандай мамандық иесі әдісі бойынша әрқайсымыз өздеріміздің бүгінгі сабағымыздың қаншалықты өткенін өздерінің пікірлерімен жазып өтетін боласыңдар.